Құрметті қазақ елі, ассалаумағалейкум. Келесі видеоны қараңыздар. Прежде чем задать вопрос, вы сформулируете правильно. Получите правильный ответ. Вопрос как таковой неправильный. Почему? Потому что есть штатная численность личного состава, есть солдаты срочной службы, военнослужащие по контракту и офицерский состав, которые как командуют подразделениями, так и работают в органах управления. А органы управления подразумевают управление соединениями воинских частей. Это то же самое, как у нас в мирное время получают генеральские погоны. Вы знаете, вы хотите, чтобы мы получали высшие воинские звания в военное время? Нет, мы хотим, чтобы генералов у нас не было, если... Вы знаете, во-первых, об этом надо судить в первую очередь, понимая соотношение генеральского состава к солдатам срочной службы. А сколько у нас генералов? Сколько у нас в стране генералов? Действующих. Соответствует структуре вооруженных сил. А это секретная информация? Вот количество называть нельзя, да? Во-первых, это закрытая информация. И я бы вам хотел сказать, что на сегодняшний день количество высшего офицерского состава у нас ограничено. Понимаете? Қанша біздің генералымыз бар деп сұрап тұр да, мынау военная тайна деген нәрсені білген дұрыс та. Себебі біздің қанша генералымыз бар екенін шетелдіктер білудің дым қажеті жоқ. Неге түсіндіріп өтейін? Себебі біздің қазіргі таңда заман тыныш емес, ағайын. Ол анық. Ресей мен Украинаның анау болып жатыр, ар жағында Палестина мен Израильдің бір-бірімен қырылып жатыр мысалға. Біздің де елімізге көз алартып отырғандар өте көп мысалға. Және де соғыс кезінде, Құдай бетін әрі қылсын, ешқашан жаңағы рядовой келіп өзінің командиріне честь бермейді. Себебі командир снайпердің ең бірінші олжасы екенін ұмытпау керек та. Сондықтан қанша біздің генералымыз бар, қанша біздің офицеріміз бар, оны тек сол әскери адамдардың өздерінің білген дұрыс деп ойлаймын. Себебі ешқашанда біздің әскердің секреттерін, біздің әскердің жасырын дүниелерін халыққа немесе басқаға жеткізудің еш қажеті жоқ деп ойлаймын. Және де құрметті қазақ елі, қазіргі таңда біздің елде провокаторлар өте көп. Оны өздеріңіз де біліп жүрсіздер, көріп жүрсіздер, иә. Мысалға, шетелдік пропаганданы біздің елге тығу үшін солардың ақшасына бола өзінің тілін, өзінің дінін, өзінің ұлтын сатқан біздің сатқандар өте көп екенін де білеміз қазіргі таңның өзінде, иә. Соларға да бұндай ақпараттар өте қажет, өте керек. Сондықтан қазіргі таңда депутаты болсын, министр болсын, жай қызметкер болсын, халық болсын, бәрі бірігетін кез. Бірігейікші ағайын, иә, бірігейік, бір болайық. Себебі барлығымыз біз бір қазақпыз. Және еліміздің болашағы бұл барлығымыздың қолымызда. Сондықтан құрметті журналистер, өтініш, сұрақты қоятын кезінде бірінші ойланып барып қояйық. Бұл бірінші дүние. Иә, біз сенсация іздеген жақсы көреміз. Неге біз деп отырмын? Себебі мен де журналистпін, журналистика факультетін бітіргенмін. Сондықтан біз сенсацияға жақын болған менен де сенсация деп өзіміздің елімізге, ұлтымызға қауіп төндіріп алмайық. Аман болайық.